шоколад, блокноттар. Печенье. Истері өте күшті. Еске көш? Бұндай сыйлықтарды жаңа жылға Сіздерге алу керек. Подарокқа болады. Міне, бұл айнасымен тарағы. Бұл кішкентай қыздарға берсеңіздер өте қуанады. Бізде екі түрі бар. Біреуі Орео деген. Исін көрші? Еще бізде осындайлардың ручкалары келді бүгін. Шоколадтан екі түрі бар. Үш түрі болған, біреуін сатып алды. Иісі өте күшті. Шоколадқа ұқсайды. Бүгін бізге көп заказдар келді. Міне. Енді осыны распаковка жасаймыз. Бірінші Зарина. Біз өзіміз не екенін білмей тұрмыз. Сен не деп ойлайсыңдар? Бұның ішінде не деп ойлайсыңдар? Мен ойлаймын чехол. Сен? А мен қаламдар деп ойлаймын. А мен білмеймін. Менің ойымша бұл ішінде чехол деп ойлаймын. Енді бұның ішінде не бар екенін білмейміз. Себебі Бұны әпкеміз алды. Біз заказ еткен жоқпыз. так, сіздер лүпілдеріңізді қалдырып кетіңіздер. Және каналға Жазуға ұмытып кетпеңіздер. Камила, мынау ішінде не бар екен, қызық па? Әрине қызық. Мен де білгім келіп жатыр. Значит, бастайық. Сіздер өздерінің ойларыңызды комментарияға жазып кетіңіздер. Енді бастаймыз ба, қыздар? Кеттік. Міне, осындай кішкентай упаковка. Орташа размердегі. Кеттік, ашайық. Көзімізді жұмайық. Вау, резинкалар. Заколка әдемі. Өте әдемі. Қазір берем. Міне осындай. Коронаға ұқсайды. Мынау көбелекке ұқсайды. Қараңыздар. Қандай? Міне, екіншісін ашамыз. Сендер не деп ойлайсыңдар? Мен білмеймін. Мен ойлаймын, ол қатты нәрсе деп ойлаймын. А мен жұмсақ нәрсе. Үйге керек зат шығар. Менің ойымша, бұның да ішінде заболкалар бар. Осылай ашып көрейік. Қандай күшті. Міне, көзімізді жұмайық тағы да. Ручкалар. Шоколадтан түрінде. Міне. Ұстап көрейінші. Ұстап көріңдер. Міне. Розовый. Иісі деген шоколад. Мәсіған. Қараңыздар. Сіздерге осындай сатып алуға кеңес береміз. Міне, парный болды енді. Шоколадтың иісі аңқып тұр. Екі түрі бар. Альбина, сен ашып көрші. Я, сен аш. Не деп ойлайсыңдар? Менің ойымша, бұда канцелярия бар деп ойлаймын. Сен ойынша. Мен ойлаймын, бұл жақта жұмсақ, немесе пластмастан жасалынған. Жарайды, көрейік. Я. Өте қызық болған. Көзімізді жұмайықшы. Көздерімді жұмыңдар. Қайтта? Бағдар келді. Мен таптым. Жарайсың, Инжу. Инжудың тапқаны үшін сіздерден үліпіл. Истері деген бұл қылываттар. Мәдина, Инжу ашы. Я, сен аш. Сенде қызық болып барады. Мен Не деп ойлаймыз? Менің ойымша, бір балаларға арналған Мен зат. резинка деп ойлаймын. Мен тоже балаларға арналған зат деп ойлаймын. Сенің ойынша не? Мен білмеймін. Бұл құпия. Сіздер өздеріңіздің ойларыңызды комментарияға жазып кетіңіздер. Мен ашайын. Давайте, көздерімізді жұмайық. Я. Не екен? Мәссаған. Ұстап. Вау, ойыншық. Бұл фонариктер суреттермен әріптер. Міне. Мына жерге әріптер де бар. Арнайы дөңгелегін қойсақ. Жоқ, мынау фонарик емес. Осылай қоссаңдар кино көрсетеді. Бұл жануарлардың суретін көрсетеді.
Келесін көрейік. Қандай жануар? Динозавр. Міне бір деген нелер бар. Бұл балаларға Қандай үшін? Міне, любой жерге көрсетіледі. балаларға сатып алдыңыздар. Түнде балаларға ұйықтатқанда көрсетуге күшті болады екен. Тек қана жануарлардың емес, әріптердің де сандардың да суреттері бар. Сіздерге сатып алуға мүмкіндік бар. Комментарияға жазыңыздар, кімге керек. Қыздар, білесіңдер ме? Барған сайын қызық болып бара жатыр. Иә. Камила өзінің коробкасын ашсаңызшы. Не деп ойлайсыңдар? Менің ойымша тағы да резинка. Мен ойлаймын балаларға керек зат. Қазір көреміз. Блокнот деп ойлауым да мүмкін. Біздің уже сестренка ойнап жатыр ойыншықпен. Бұл өте күшті нәрселер. Картошка фри. Және кока-кола. Балмұздақ. Бургер. Бұл өшіргіш. Ручканы да өшіруі де мүмкін. Қараңыздар, қандай әдемі, керемет. Және өздеріңізге удобно болады. Балаларыңызға керек Және болады. әдемі. Кейінгі подарок ашайық уже. Я, Альбина, сен продолжайте. Давайте. Сенің Пакетің пакетің өте үлкен екен. екен. Я. Мен киім деп ойлауым мүмкін. Маған өте қызық. Көздеріңді жұмыңдар. Я. Қазір алайын. О, Зарина, дұрыс айтасың. Мәссаған, бұл Кореяда модада болған киім ғой. Бұл әпкемнің заттар екен. Өзі аша салсын. Я. Біз келесіге көшеміз. Мен ашсам бола ма? Я. Орта солай екен. Я, менің ойымша бұл көзге арналған немесе... Канцтовары деп ойлаймын. Я. Көздеріңді жұмаласыңдар ма? Я. Мәссаған. Көзімізді жұмайықшы. Мәссаған, бұл резина ғой. Вау. Әдемі бантиктармен. Қараңыздар. Мен біткен жоқ екен. Бантиктар Келесізден да жеміс жидектермен. Я. Өте Үшіншісі әдемі. фруктылармен. Шие және малина мен крабик. Гүлдер бар екен. Қараңыздар. Нағылшыншы. Бұл еще үлкен жетеді екен. Бұл пенал. Карандаш пен ручкаларыңызды салып апаруларыңызға болады. Ашып көрсек, іші розовый және өте пайдалы. Бұның Пәлен бәрі жайлы. мынаны салып қоюға болады. Мне удобно. И бәрі сияды. Міне ручкалар тағы бар. Бүкіл ручкаларды да сыйғызамыз. Себебі бұл кішкентай болып көрінсе де, іші терең және сіздерге пайдалы зат. Сіздер осындайды біздің әпкемізден заказ берсеңіздер болады. Соңғы товар ашайық. Қызық болады деп ойлаймын. Бұл да киім деп ойымша. Киім деп ойлаймын. Көзімізді жұмайық па? Сіздер де лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Сіздер не деп ойлайсыздар? Көздеріңді жұмдашы. Мәссаған, бұл подарка упаковывать ететін зат қой. Бокс Қараңыздар. деуге болады. Я. Мұнда және Бұл біреу емес. және ашық цветі бар. Хат жазуға да болады екен. Міне, 3 түрі бар. И мұнда Бүкілінде хат жазуға арналған қағазы бар екен. Я. Сіздерге бұл видео ұнаса, тіркелуді ұмытпаңыздар. и комментария. Сау болыңыздар.